Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода өте керемет біздің құлпынайдан варенье жасаймыз. Бұл рецепт сізге пайдалы болары анық, сондықтан да видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар, және де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қарасаңыздар, өзінің формасын ұстаған, езілмей әдемі болып біздің құлпынайлы вареньеміз шықты. Ол үшін бізге алдын ала жуылған 1 килограмм құлпынай. Оны біз қазанымызға 2 бөлікке бөліп саламыз. Бірінші бөлігін салып, үстіне шекер саламын. Бұл жерде менде 1 килограмм құлпынайға 800 грамм шекер салдым. Менде құлпынайлар өте қатты тәтті болғандықтан шекерін аздау етіп салдым. Егер де сіздің құлпынайларыңыз қышқылдау болса, онда килограммға килограмм етіп саласыздар. Мінекей біздің құлпынайымыз дайын. Осылай бетін жауып, суы шыққанша алып қоямыз. Шамамен 6 сағаттай уақыт өтті. Енді біздің құлпынайды газге қоямыз. Бір рет қайнатып аламыз 10 минут көлемінде. Қатты көп араластырмаймыз. Осылайша тек астына түсіп кеткен шекерлерімізді қозғаймыз. Бір рет қайнатып алған соң бетін жауып, суытуға алып қоямыз. Толықтай суу керек. Мінекей менде суып тұр. Тағы да қазір міне кішкене қоюланыпты. Тағы да қайнатуға қоямын. Екінші рет қайнатуында тағы да 10 минут қайнатамын. Ешқандай көбігін алмаймын, және де қозғамай осылай қайнатып аламын. Бұл бізде екінші рет қайнауы. Қайнау барысында мен араластырмаймын. 10 минут солай қайнатып аламын да тағы да сөндіріп қоямын. Осылайша қайнап болған соң бетіндегі көбіктерін жинап алып тастаймын. Үшінші қайнауы, қарасаңыздар, 5 минут қайнатамын. Бұл бізде варенье дайын болды деген сөз. Бұл вареньеге маған бір күндей уақыт кетті. Толық қайнатып, суытып, 3 рет қайнау үшін. Мінекей біздің вареньеміз дайын. Алдын ала банкамызды залалсыздандырып аламыз. Содан соң жаңағы біздің вареньемізді салып, банкамызды жабуға кірісеміз. Менде 1 литр және де ауысқаны осы. Енді банкамызды жауып, қалған вареньемізді ыдысымызға салып аламыз. Енді банкамызды жауып қараймыз. Мінекей бізде толық барлығы жабылды. Енді суытуға үстін орап 2-3 күнге қоямыз. Суыған соң мен сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, арадан 3 күн уақыт өтті. Қарасаңыздар, варенье өте қою және де езілмей әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де достар, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет салат және де вареньелардың рецептермен бөлісемін. Баршаңызға ас болсын.